Еліміздегі журналистер қауымының төл мерекесімен құттықтағым келеді. Өйткені өзім ширек ғасырдан астам бері журналистика саласында қызмет істеп келгеннен кейін көбін білемін, көбін танимын, көбіне тәрбие алдым, көбіне тәрбиемді бердім. Осындай мереке әр осы 28 маусым күні келеді. Ол үшін біздің журналистер үшін бір жақсы мереке, төл мереке, қуанып жатамыз. Биікке шығанымызды, өрге шыққанымызды, қаншалықты деңгейде екенімізді осы мерекеде көреміз. Енді өзім қызмет істеп жатқан Айқын газетіне айтар болсам, биылғы жылы бізге бір жауын жауды деп айта аламын. Себебі ең бірінші бізді құттықтаған өзіміздің қара шаңырағымыз Газгулдың деканы Сағатбек мырза бастаған ұжым келіп құттықтап, өздері шыққан журналистерге жаңағы сый сыйпатын жасап, рахметін айтса, біз де рахметімізді айттық. Өйткені қара шаңырақ қашанда бізге киелі шаңырақ, киелі білім ордасы, олардың келіп бізге осындай өздерінің сый сыйпатын жасағанына онда бір рахметімді айтайын. Одан кейінгі жақсы дәстүр, енді сол жалғасып кеткен жақсы дәстүр жалғасы деп айтсам болады. Әр жерден біздің журналистер қатысқан үлкен жаңағы мерекелерде, осы журналистер қатысқан мерекелерде біздің әріптестеріміздің, біздің ұжымдағы журналистер сый-сияпатқа ие болды. Оның бір Қаншайым жаңағы үлкен сый-сияпат алып қайтты. Одан кейін өзіміздің бас редакторымыз Нұртөре, одан кейінгі Серікбол, одан кейінгі Ермахан алса, осы күні бүгін ғана Айхан Шәріп деген азаматымыз үлкен президенттің грантына ие болды. Бұда біз үшін қуаныштымыз, әрине қуанамыз, біздің еңбегіміз еленіп жатқанына әрине ризамыз. Сонымен қатар осы бүгінгі күні тағы да бір қуанышқа ие болдық. Ол жаңағы Қаншайым мен Төреғалидың Алматы қаласының әкімшілігі атынан сый-сияпатқа ие болып отыр. Бұл да қуаныш. Одан кейінгі айтарым болса, өзіміздің ұжымда өз әріптестерін құттықтап, Нұртөре бастаған басшымыз құттықтап, жаңағы алғыс хаттарын берді. Бұл да осы журналистер үшін бір үлкен демеу, қуаныш, мәртебе деп айтамын. Енді бұндай дәстүрге бұрын көп жете бермеген болатын. Бұндай көп нәрсе болмайтын. Осы әсіресе биылғы жылы ойлаймын, жоғарғы парламенттен бастап, сенаттан бастап, өзіміздің журналистер одағынан бастап, жаңағы университетімізден бастап, әртүрлі саланың министрліктерден бастап құттықтауы біз үшін қуанышты нәрсе. Осындай жақсылық нәрсе жалғаса берсін деп ойлаймын, тілеймін. Әсіресе жастар үшін, болашақ жастар үшін жасалған қамқорлық, журналистика 4-ші билік деп айтады ғой. Сол билікке марапатқа ие болған әріптестерімнің мерекесімен құттықтаймын. Енді мен не айтамын? Мен ғұмырымның ширек ғасырдан астам жаңағы журналистикаға арнадым. Оның ішінде әсіресе секретариат бөлімінде жұмыс істедім. Анау темірден бастап, қорғасынан бастап, калькіден, онан кейін жаңағы пленкіден, одан кейін компьютерліктің салон барлығынан меңгердік. Көптеген шәкірттерім, мысалы өзім айтайын енді, мына верскіні үйреткен, секретариаттағы макетті әрлеу, жақсылап жасау, соның барлығынан үйренген өзімнің інілеріме, қарындастарыма әрине рахмет айтамын. Былай ашып қарасаң, көзге жақсы көрініс алады, әсемді безендірілген, сондай жұмыста істеп жатқан әріптестерімізді құттықтаймын.